Қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгін біз сіздермен ең танымал, өте дәмді, керемет торт, Whoopie Pie тортын жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: сары май, жұмыртқа, шоколад, қант, какао, ұн және де қамыр қопсытқыш. Алдымен сары май мен шоколадты бірге ерітіп алатын боламыз. Оны микротолқынды пеште немесе су моншасында ерітуге болады, немесе осылай мен сияқты отқа қоятын ыдысқа салып ерітсеңіздер болады. Асы жабыспайтын қалыңдау ыдысқа асын жай қойып ерітіп алатын боламыз. Енді ыдысымызға 4 жұмыртқа саламыз. 4-еуінде бірден салып жібереміз. Үстіне қант қосатын боламыз. Қанттың барлығын салып, миксердің төменгі жылдамдығынан бастап көпіргенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Шамамен 5-7 минуттай уақыт кетеді. Әрбір минут сайын жылдамдығын көтеріп отырып, осылай әппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Енді осыған біздің еріген сары майымыз бен шоколадымызды қосатын боламыз. Өте қатты ыстық күйде құюға болмайды, кішкене суытып барып қоятын боламыз. Барлығын бірден қойып жіберіп, бірден миксермен араластырамыз. Бізде ыстық шоколадқа жұмыртқамыз пісіп кетпеу керек. Осылай қатты ұзақ араластырып қажет емес. Шоколадты түске енген кезде араластыруды тоқтатамыз. Шамамен 1-2 минуттай ғана араластырамыз. Енді бөлек ыдыстағы ұнымызға какао мен қамыр қопсытқыш салып араластырып аламыз. Яғни бұлар бізде құрғақ ингредиенттер. Енді осыны жұмыртқалы массамызға 2-3 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Және де електен өткізіп қосқандарыңыз дұрыс. Осылай салып алып, алдымен ұны шашырап кетпес үшін араластырып аламыз, кейін миксерлейтін боламыз. Ұзақ миксерлеп қажет емес, ең бастысы бізде түйіршіктері қалмай, ұнымыз жақсы араласу керек. Осылай мен 3 бөлікке бөліп қостым. Неге бізде осындай орташа сұйықтықтағы масса шығуы керек. Енді бұны пергамент қағазына салып шығамыз. Осылай алдын ала дөңгелек етіп сызып алатын боламыз. Содан соң оған 2-3 ас қасықтан салып шығатын боламыз әрбіреуіне. Бір тегіс етіп жақсылап осылай жайып шығатын боламыз. Барынша осы сызықтарға жеткізіп жаятын боламыз. Себебі қазір оны біз шеттерін тегістеп кесіп алатын боламыз. Қалғандарында дәл солай жасайтын боламыз. Барлығына жеткілікті қылып жаятын боламыз. Менде барлығы 4 корж шықты. Осылай жұқа етіп 4 коржды пісіреміз. Табамызға салып, қызып тұрған 180 градус пеште 5-7 минуттай пісіретін боламыз. Осылай піскендігін ағаш таяқшамен тексереміз. Содан соң оны дөңгелек формамен кесіп алатын боламыз. Яғни барлығы бір тегіс болу үшін. Суығаннан кейін осылай пергамент қағазынан оңай босататын боламыз. Қалғандарында дәл солай пісіріп алатын боламыз. Және де кішкене қамырдан Whoopie Pie печеньесі жасайтын боламыз. Осылай кондитерлік қапшықпен немесе қасықпен дөңгелетіп салып шығатын боламыз. Көлемдері маңызды емес, олар пісу барысында үлкейетін болады. Сол себептен араларын кішкене алшақтатып қоямыз. Және де кішкене сулап, бетін үшкір болып тұрған жерлерін басып жібереміз. Қызып тұрған 180 градус пеште 5-7 минуттай пісіреміз. Енді крем дайындаймыз. Бізге салқын кілеге қажет 30-35%, және де сүзбелі ірімшік, маскарпоне ірімшігі және қант ұнтағы қажет. Салқын кілегімізге қант ұнтағын толықтай салып жіберіп, миксердің төменгі жылдамдығынан бастап қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Шамамен 7-10 минуттай. Кілегіміз міндетті түрде салқын болу керек, және де 30-35% болу керек. Неге шамалы осылай қоюланған кезде оған осы сүзбелі ірімшік пен маскарпоне ірімшігін салатын боламыз.
Маскарпоне ірімшігі болмаса, сүзбелі ірімшікті 2-ге көбейтіп қоссаңыздар болады. Жақсылап миксерлейтін боламыз. Қоюланғанша миксерлейміз. Бізде осы сүзбелі ірімшіктің, маскарпоне ірімшігінің ешқандай да түйіршіктері қалмау керек. Шамамен 5-7 минуттай миксерлейтін боламыз. Ол миксердің жылдамдығына байланысты. Неге бізде осылай қоюлану керек, көріп тұрғандарыңыздай, өзін ұстайтын сондай қою, плотный крем шығу керек. Біздің креміміз дайын. Барлық крем толық жету үшін оны кондитерлік қапшыққа бөліп салып алсаңыздар болады. Осылай оны кондитерлік қапшықпен жағатын боламыз. Алдымен подложкамызға кішкене крем жағамыз, тортымыз жылжып кетпес үшін. Мінекей менде барлығы 4 кож шықты. Оларды міндетті түрде суытатын боламыз. Алғашқы кожымызды осылай аударып қоятын боламыз, және де шеттеріне осылай шариктер саламыз, видеодағыдай етіп. Менде осындай дөңгелек насадка, егер де насадка болмаса, жай ғана кондитерлік қапшықтың басын кесіп сала берсеңіздер болады. Мінекей осылай видеодағыдай жасаймыз, ешқандай да қиындығы жоқ. Содан соң ортасына да крем салып, бір тегіс етіп, осылай жайып шығатын боламыз. Содан соң үстіне екінші кожымызды қоямыз, кішкене сәл басамыз, және тағы да шеттеріне шариктер салатын боламыз. Басында сіздерде дұрыс шықпауы мүмкін, алайда бұл өте оңай, қолдарыңыз үйренген соң сіздерде де өте әдемі болып шығады. Ортасына крем, шеттеріндегі шариктермен биіктігі бірдей болу керек, әйтпесе бізде ортасы төмен түсіп кетуі мүмкін, сондай қисық болып шығуы мүмкін. Сол себептен кремі барлығы да бірдей биіктікте болу керек. Үшінші кожымызды қоямыз, дәл солай қайталайтын боламыз. Үстінен қатты баспаймыз, тек бір тегіс қылу үшін сәл-сәл күш саламыз. Содан соң дәл осылай ортасына крем салып қайталайтын боламыз. Ең соңғы кожымызды қойып, тоңазытқышқа сала тұрамыз. Мінекей бізде толықтай пісіп, суыған вупи печеньелер, олардың ортасына осы артық қалған кремді осылай орталарына салып шығатын боламыз. Тек жартысына ғана саламыз, ал қалған жартысымен екінші жағын жабатын боламыз. Осылай шамалас көлемдерін дайындап алып, үстінен жауып, сәл басатын боламыз, және де тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа сала тұрамыз. Енді шоколадты ганаш жасайтын боламыз. Ол үшін кілегей мен шоколадты бірге ерітетін боламыз. Микротолқынды пеште немесе су моншасында немесе осылай отта ерітсеңіздер де болады. Қарапайым түрде екеуін араластырып ерітіп аламыз. Тоңазытқыштан шыққан тортымыздың бетіне дайын болған ганашымызды құятын боламыз. Ганашты міндетті түрде суытамыз, оны ыстықтай құюға болмайды. Осылай құйып, барлық жағына жеткізіп, жағып шығатын боламыз. Шеттеріне кішкене осылай ағызып, яғни потеки жасасаңыздар да болады. Және де кілегей болмаған жағдайда оны сармаймен алмастырсаңыздар да болады. Мінекей осылай жағып алдық. Енді вупи пай печеньесін ортасынан 4-ге бөліп тортымыздың бетіне қоямыз. Өз қалауыңызша 2-ге бөлсеңіздер де немесе тұтастай қойсаңыздар да болады. Міндетті түрде оны мұздатқышқа немесе тоңазытқышқа салып алуымыз керек, әйтпесе ортасында кремі сіңбей, сыртына шығып кетіп кескенде ыңғайсыз болуы мүмкін. Осылай енді тортымыздың беттеріне қойып шығатын боламыз. Негізінде әрле өз қалауыңызша әртүрлі жеміс-жидектермен, шоколадтармен безендірсеңіз де болады, немесе еш нәрсе қоймасаңыз да болады. Тортымызды енді кемінде 4-5 сағат тоңазытқышқа салып аламыз. Менде 1 түн тұрды. Кремі жақсылап сіңуі керек. Мінекей осымен біздің тортымыз дайын болды. Қараңыздар, өте әдемі, керемет болып шықты. Қазір сіздерге ортасын кесіп көрсетемін. Мінекей қараңыздар, кремдері де, корждары да барлығы да өте тегіс болып жағылды. Дәмі де өте керемет. Дәл осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деп ойлаймын.
Қараңыздар, өте жұмсақ, кремі барлығы да өте керемет болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі рецептерде кездескенше қош сау болыңыздар.